Сейчас тоже. Надо попался уже. Какая вода. Сонда өлең айтса да ұрсатын еді күзгі балда білесің бе? Екеуден екеу, оңаша кешсе, баяғыдан бері көкірегіне сыймай жүрген көп сөздің ешбір аузына бармады. Бар батыл жетіп айта алғаны. Әмірші, шорыңыз ұзақтасыңыз қалма? Оны бір алла біледі. Ертеңінде дауыл батының күллі шаһарды басына көтерді. Әмірші қорқақтанды. Ананы біреуін сындырып алды, жанды сындырып алды. Мынау шаршалармен жалғастырып тұрған жалғыз дәнекер әміршім екен ғой. Он жерінде енді ғана атқанда жалғыздықтан асқан азап жоқ екенін ұқтым. Өзінің жалғыз екенін байқұла, балалла, әлденеше орданың өз бауырынан таратып отырған бәйбіше. Сәрменсіз, сауғатсыз екенін алғаш түсті. Қатты далада, ішіне шоқ түсіп кеткеннен өне бойы бәр шалғап барады. Бәйбішемен бәсекелесу мені не дейді? Жаһанды жалғайтқан ұлы әміршіні жүрегіндегі махаббатты да қимастықты да емдейді. Оның жолында босқарым. Сразу это ма? Әміршім жорыққа аттанған. Құрсақ көтеріп қалса. Оның мынау жіберген сыйлығын қарымтасы. Жақсы хабармен қайталар еді. Балаларына қатата беретін бәйбішелімде аузына құм құйылар еді. Міне мынау. Мен мынау атты тастап, бәйбіше ұқсап, өзіңе көрген көзде, әсем көрінетін ұлы падишаһтың сүйсінетіндей мұнар махаббат. Ол мынау бес шаһардағы барлық мұнараладан биік бой көтеріп көрген шақ. Менің әміршіме деген махаббатыммен ақылға қайран. Бұл бұлардың өзі білған. Мұнара салғызу керек. Мұнара, кімге салды? Кімге? Әй, жаппай! Ау! Тастай! Сарайға барамыз. Сарайға? Неменеге? Басыларды шақыртырған. Шығаным, жұртты жүрген әміршінің көз қуасынде біраз ашпақ. Сарыптаған сарыпақ. Әй, ұқтың ба? Енді қанымға келмек табыл. Күнде қызметшісін басыларды кешіп мұнараның хал жағдай қалай болып жатқанынан хабар алып отырады. Әмір бергеніме жылға жыл уақыт болды.
қояды. Мұнара басындағы құбылысқа ертеге қарай шешей қылқияқта тұрады. Бұның жыбыр-жыбыр қимылы өне қоймастайды. Ал менің әміршім, оны көктегі бұлттармен ойдаландырып көрген тұрғаны. Көз тірісінде көреді. Мұнара күнне біріне шығарады. Bir күні жас ойсына үлбіреп, жас сәбиде мөлдіріп тұра қалса, ертеңін-ақ жан-жағына ойнақы нұр тұрады. Жайнақтап шыға келеді. Бірде терезесінің алдынан елжірек тұрып алса, көбесі көптеп аспандап шыға келеді. Мұнара, менімен әлі үйірдің әлі алғаш тұрған секілді. Тіпті басқалар естіп қоймасын, маған қоймасын. Мен бір күн бойы Мұнараны көргенде мен танып қалатын тәрізді. Шаһардағы жұрт сіздің Мұнараныздан әміршіге деген кішісіз сезіміңізді көреді. Әмірші әуелі Мұнарадан сіздің сағынышыңызды аңғарса, жақындай келе ханым махаббатының әмірштен басқа ешкімді көзделмейтінін асқақлығына көз жеткізеді. Тек Мұнара тезірек көзге. Бұл Мұнараның басындағы тесіктен көздің сүймендей көрініп тұрады. Ал оның сәулетші бұл Мұнараға өзінің тылсым сырын құпиясымен, өнерімен ғана бейнелеп. Иә, солай. Дәл солай. Ал бұл Монтан жанардағы жас именшек тас махаббат екен ғой. Ал оны әміршінің қырағы өзі байқай ма дейсің? Көк Мұнара бұның терезесінен одан бетер төне түскенде. Дәл солай. Апырмай, Ya ana көрінбей тұрған olmadı. Әміршімнің қара кеуде қуышына дәбеленді дегенге соны Мұнара біржола түсті. Sen de sorun Әміршем жеңіспен оралғанына той жасағанда Мұнарадағы жас жігерге бір қап алтын динар сыйлады. Япырмай, мынау әлі қызыл алма. Сонда бәйбішенің жасағаны кіші ханымға ма? Сонда бәйбішенің өзегінен қот түскен алманы не себепті жібергені енді түсінікті болды. Әлгі шебер Мұнараға өзінің өліп өшкен махаббатынан басқа ештеңені бейнелемепті. Kaldı oturma kocaman olmaz. Cime getirin de yiyeceksin. Әміршім, барлық менің кінәлім. Жас шебердің түкте күнәсі жоқ. Бөлінген.
кетеді Барыны әкечеу. да мекіді. Сіз оны тыңдана қамап қойып беріңіз. Иә. Оның кінәсі жоқ. Ештеңе де болған жоқ. Оны да білем. Алайда, Сағаттап жүрді мына ғой. балаға кешірім жоқ. Кешірмеймін. Ер ойнаған қос жанары. Қос жендеттің істек темірінен ағып түсті. Қошеметтеп қойсаңыздар, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен номер 23 орта мектептің оқушылары. Осымен бүгінгі Әбіш Кекілбаевтың шығармаларынан үзінді өз мәресіне жетті. Келесі сөз кезектерін Әділ Қазылар алқасына берсек.